Арда? Саған бірақ нәрсе айтам. Евсон саған лайық емес. Сонша елдің көзінше жерден алып жерге салуына қалай жол бересің, а? Өзіңді бағалайтын жанмен бірге болсаңшы. Балкан, жинал. Бодрумға кеттік. Мына балық сасыған шалшықтан құтыламыз. Жүр, кеттік. Ей, кет шәрі. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Маған Стамбулға жүретін алғашқы автобусқа билет беріңізші. Сағат 8-де автобус бар. Ыңғайлы ма, ханым? Я, маған бәрібір. Міне келіңіз. Міне, жолыңыз болсын. Кеген әпке, ренжімеш. Кетер алдында көңіл күйіңді түсірдім. Жаным сол. Хабарласып тұр, жерей ма? Хабарласам. Қасымда болып қолдағаныңа көп рахмет. Бақаржан, жүр. Әжетханаға барайық. Беті қолыңды жуып ал. Жолға шығасың. Жүр. Бақаржан, сөмкеңді маған бер. Сені осы жерде күтемін. Рахмет, әпке. Алло, Осман. Алло, Осман. Осман, біраздан соң қайта хабарласам. Қалың қалай, Фиген ханым? Танаған жоқсың ба мені? Мен жоғар көшеде тұратын Сейфимін ғой. Естідім, жұмыс іздеп жүр екенсің. Жан-жақтағыларға айтқан көрінесің, менің фирмама келіп жұмыс істесеңші. Жоқ, керек емес. Сен менен аулақ жүрсең болды. Еңсеңді көтер, Бахар. Тік тұр. Жүр, кемежайдағы дәмханаға барып отырайық. Дастархан жайып 100 грамм ішіп отырып, жұмыстың еңбек ақын туралы сөйлесек. Саған қандай жұмыс дейтінді айтам. Керек емес дедім ғой саған. Құдай атқыр, менен аулақ жүр дедім ғой. Не болды? Саған не керек? Сен кімсің? Өзің кімсің? Ялмайсың ба, несе тұрсың арсыз? Фиген ханым, бұл қалай? Беті ашылмаған қыздай болып не көрінді, а? Наным қоятын түр жоқ қой. Жоғалар мен. Бер қара, қазір шасым қылып жүрмейін. Жоғалт көзіңді жексірін. Қойсаң шағасы. Бер жүр. Фиген, сенің қандай қатын екеніңді бүкіл Синоп білет. Осыдан жалғыз қолыма түсерсің білем. Әпке. Әпке, бәрі дұрыс па? Фиген әпке, есіңді жи, Құдай үшін. Бұлай істемеш. Бітпейді. Ешқашан бітпейді. Әпке, олай демеш. Атым шықты. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Фиген әпке, олай демеңізші, өтінем. Мен кісі өлтірдім, Бахар. Күйеуімді атып тастадым. Жезөкше деп намысыма тиген үшін күйеуімді атып өлтірдім. Әпке, болды, өз-өзіңе кел.
Бекем бол, езіле берме. Сен бар, Бахар. Жолыңнан қалма. Бара ғой. Әпке, сені мұндай күйде қалай тастап кетем? Ит құсқа жем боласың ғой. Маңдайыма жазылған тағдырым осы, Бахар. Бұл ешқашан өзгермейді. Мені жайыма қалдырмайды, Бахар. Сен бар, әйтпесе сенің де мазаңдалады. Қане, Бахаржан, бара ғой, өтінем. Бар. Жоқ, әпке, жүр, саған Стамбулға билет алайық. Екі жақта бір-бірімізге қамқор болып жаңа өмір бастаймыз. Менімен бірге жүр. Пеген әпке. Пеген әпке. Пеген әпке. Фейза, ішімдіктерді қайтадан қойып шық. Әрине, Жеміре ханым. Иә, Мехмет әмір Америкадан қашан қайтады? Бір-екі аптада келіп қалады. Жеміре, айтылып жатқан жаңалықтар рас па? Қонақ үйлердің бәрін сатып жатыр екенсіңдер ғой. Жоқ, бәрі жалған. Мехмет Америкада бір серіктеспен келіссөз жүргізіп жатыр. Ешқандай қиындық жоқ, бәрі жақсы. Бұл өтіріңді балабақшадағы балалар қайтты. Жеке жайдың жындысы келді. Қыздар, оттықтарын тығып қойыңдар, әйтпесе, үстілеріңе бензин шашып өртеп жіберу ғажап емес. Иә, күле айт, не керек? Ағаммен сөйлес алдың ба? Себебі мен сөйлес алмай жүрмін. Оған не айтпақшы едің, маған айта бер. Бахар түрмеден шығыпты. Мұны ағам айтуымыз керек. Неге айтады екенбіз? Бахар әкесін көргісі келмейді. Ал мен Бахарды бұл жеке жайда көргім келмейді. Мен ойлағам ғой. Сен ойлан аласың ба, Күлия? Сонша дәрішіп, электрлі шок алғаннан кейін сен ойлан аласың ба? Маған қызық көрінеді. Осы сенің миың орынды мекен? Білесің бе? Сенің орныңда болсам, жындыханадан шықпай жата берер едім. Мұнда сені жақсы көріп отырған ешкім жоқ. Одан да сен жындыханаға қайтып бар. Сол жақтағы достарыңмен бақытты боласың. Бері қара. Жылаушы болма. Бар, Фейза мен Аделяның қасына бар да білгеніңді істе. Сені көргім кеп тұрған жоқ. Құрбыларымның көзінше масқара қылмай, дереу кет бұл жерден. Дереу кет. Маған салса, бірден жындыханаға жатқыза салар едім. Амал қанша күйеуімнің көңілін қалдырғым келмейді. Айыпқа бұйырмаңдар. Өзіңізді бұлай қорлатпасаңызшы. Қолымнан не келеді? Қорлағанын көтермей қайтейін. Жеміре мені қайтадан жындыханаға жатқызсын ба? Басқа малым бар ма? Қорлығына көнуге тура келеді.
Мен ешкімге керек емеспін, Фейза. Эвсондар ғана бар. Олар да қазір Бодрумда. Гүлия ханым, Құдай үшін солармен сөйлесеңізші. Хабарласыңыз. Азаматым, жанжарым, түтігім, кәлпішім менің. Бар дейш, томсыраймаш енді. Кешірш енді. Жалынамын, кешірш. Еліне қыр көрсетіп отыр екен ғой. Елдің көзінше елін ұялтып отыр екен ғой. Арда, Ардиш, Ардиш. Кешірш енді. Дефиленің жұмыстарымен жүйкем жұқарып жүр. Әйтпесе саған олай айғайламасым ғой. Қол аяғым дірілдеп кетті, өзіңде көрдің ғой. Не істеп не қойған білмей қалдым. Кешірш енді. Қане? Қане олай қарамашы. Бетіңнен сүйш. Қанекей? Қане татуласыңдар, содан соң келіп менің бетіне сүйіңдер. Бәрекелді. Мен біраз серуендеп қайтайын. Қайда барасың күнім? Мына жаққа. Тамақ ішін кептірген шығар. Ұят емес пе? Өтірік пе аспұршақты қазықтап тұрып жеді ғой? Дұрыс айтасың. Баланы өзіне ұқсаттың, ау маған өзің. Қызым, тамағың сол кей тұр ғой. Қане тамағыңды же Нұран. Қане, Нұранжан же ғой. Анашым, садағын кетейін. Күштемеш, теңіз өнімдеріне қарағын келмейді. Ант етейін. Жемесен қойш. Бұған күнде котлет пен картоп беру керек болды. Жеп қояйын ба сені? Күнім, қане. Онда қызанақ жеш. Тыңдап тұрмын, анашым. Балам. Жаным сол. Мен ғой. Қалдарың қалай? Немерем қалай? Бәріңді қатты сағындым. Дауыстарыңды естейін деп хабарласқанмын. Біз жақсымыз, апа. Өз қалың жақсы ма? Дәрілеріңді ішіп жүрсің бе? Жақсымын, дәрілерімді ішіп жүрмін. Бәрін уақытылы шем. Дәрімді ішуін шем ғой, бірақ әлгі жеміре бар ғой, жеміре. Жеміре тағы не істеді, апа? Әкел, әкел. Енежан? Жылап отырсың ба, қызау? Эвсон. Енежан, мені тыңда. Сен олардың ешқайсына мән берме. Оларға жоламада үндеме. Осыдан Стамбулға барайын. Ана жеміренің таңдайына қазық қағып, әткенше құрам. Сосын екеміз әткенше... Эвсон. Мынау жақсы сөз екен. Жаттап алайын. Бей әжесі кел. Осында кел. Менің де жүйкем жұқарып қаным басыма теуіп жүр. Кел екеуміз бірге жынданайық. Бірге. Эвсон, рас ба? Рас айтам, Енежан. Демалып қаласың. Ол жақтағыларды ойлап жүйкеңді тоздырма. Маған дефиле өткізуге көмектесесің. Жарай ма? Осында кел. Жарай, жаным, мен дереу жиналып, жолға шығайын, жақсы. Қане, тез жиналда шық. Бетіңнен сүйдік. Мен кеттім. Қызым, құдағи келе жатыр ма? Әжен келет, қызым. Тағы не керек? Гүлия, айт. Мен жаңа
Арда мен Эвсунмен сөйлестім. Бодрумға кетем. Ұлым мен келінім мені қастарында болып демалуға шақырып жатыр. Бірақ білесің, несие карточкаларымның бәрін сен алып алдың. Ақшам да жоқ. Маған жолыма біраз ақша берсең. Солай ма? Саған берер көк тиынды жоқ, Күлия. Олың мен келіңнен сұра. Отырыстың шырқын бұзып, көңіл күйімді бұзбай дереу кет. Солай ма? Солай. Жарайды, әрине. Олым мен келінімнен сұрайын. Олар дереу ақша салады ғой, ештең етпейді. Қане, көп сөзді қой да. Кет. Қайналсын. Күлия ханым. Мұнан алыңыз. Жоқ, керек емес. Арда мен Эвсуннан алам ғой. Қойыңызшы, Күлия ханым. Онда тұрған не бар? Біз бөтен емес отбасы мүшесіндей болып кеттік қой. Уақыт өткізбей дереу ұшаққа билет алып жолға шығыңыз. Мұнда қалмаңыз. Эвсун мен Арда Стамбулға қайтқанша сіз де қайтпаңыз. Демалыңыз. Немереңізбен алданыңыз, әйтеуір мұнда қалмаңыз. Күлия ханым, сөйтіңіз. Ай, Фейзам-ай. Көп рахмет, Фейза. Көп рахмет, Фейза. Рахмет. Рахмет саған. Мен сөмкемді дайындайын. Сіз әуре болмаңыз, Күлия ханым, мен дайындап берем. Көп рахмет. Мынау қайтеді өзі? Ұрыма қарыма, түн ортасында неғып жүр? Есікті аш. Есікті аш. Не жағдай, бауырым? Былай тұр. Әйелімді алып кетем. Атеш. Кешір мені, Бахар. Кешір мені. Менен ағаттық кетті. Оңбай қателестім. Сені қорғайым деп қашып кетпей, қасыңда қалуым керек еді. Сенің қасыңда болуым керек еді, Бахар. Не істесе, оны істесін. Мен сені қорғайым. Бұрын айтқан сөздерімді ұмыт. Не жағдай болса да, мен сенің қасыңда болам. Енді ешқайда кетпейм, Бахар. Сенің қасыңдан ешқайда кетпейм.
да. О, Алла. Өзінің есі дұрыс па? Сен жындағаннан саумысың? Көлікте жүргізуді білмеуші ме едің? Ей, бірдеңе десеңші. Бірге дабылға басатын болсаң, саусақтарыңды сындырып тастаймын. Сен мен қорқып тұрмысың? Иә, қорқытып тұрмын. Бірден айтасың ба? Атың кім? Жотыры қала жүгірмедің бе? Атың кім? Нехир. Нехер. Менің атым Денис. Телефон нөмірімді жазып ал, көлігіңде жөндету шығын маған хабарлап, бәрін төлеп беремін. Бірақ не? Дағы не керек? Не болды? жарайды болды, нөміріңді бер. Телефоныңды берші. Әкел. Не істеп тұрсың? Өз нөміріме қоңырау шалып жатырмын. Бөтен нөмірлерге жауап бермеймін. Жоқ. Менің бойымда осындай әумесерлерді өзіме тартатын магнит бар. Алло, нағашы? Нехер, қалың қалай алтыным? Стамбулға үйреніп қалдың ба? Үйренгенде қандай, нағашы? Келгеніме екінші күн. Бір әңгүдік неме көлігім соғып кетті. Бірақ алаңдайтын ештеңе жоқ. Нөмірін неге алмадың? Екі аяғын көктен келтіретін едік қой. Қойшы, нағашы. Өзің қайда жүрсің? Миконостамын. Сонда сені қашан көрем? Жақында күнім, жақында. Нехер, жаным, егер бірдеңе қажет болса, біздің мейрамханаға бар. Жемал көмектеседі. Жарай ма? Қысылмай бара бер. Жарайды, уайымдама. Жақсы қошақаным, бетіңнен сүйдім, абайлап жүр. Рахмет, Жемал мырза. Илмаз мырза, есенсіз бе? Рахмет, Жемал мырза, өз жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы болар. Еттеріңіз дәмді, баяғыша тіл үйрет. Керемет. Тамаша. Ас болсын. Рахмет. Қош келдіңіздер. Тыңдап тұрмаға? Бір жағдай болды ма? Жоқ, Жемалжан, бәрі дұрыс. Не жаңалық бар, қалдарыңды білейін деп. Шүкір, жақсымыз, рахмет. Жақсы, жұмыс қалай, Жемалжан? Жаңалықтарыңды естіп жатырмын. Мейрамханадан кісі үзілмейтін көрінеді, 150 грамм етті 200 лираға сатып, елді қарқ қылып жатыр екенсіңдер, жарайсыңдар. Енді ангустың етін пайдаланыңдар, арзанырақ болады. Жергілікті сиыр етін қымбат қалып жүрсіңдер. Жарайды. Жемал, менің жиенім бар, аты Нехер. Бірнеше жыл Америкада болған. Енді кел, білем аға. Нехерге бірдеңе қажет болса көмектесіңдер, аямаңдар, жарай ма? Жарайды, қалың болма. Айтпақшы, өзің қазір қайдасың аға? Грециядамын. Жемал. Күлия қалай. Бір өзгеріс бар ма? Бәрі сол өзің көргенде аға. Жарайды. Жақсы, жігіттер маған жаңа төлқұжат дайындап берді. Ертең таңертең кездесеміз. Жақсы, берсі. Жемал. Бахар түрмеден босап шыққан сияқты. Оны бақылау қалыңдар. Аузына келгенді айтып жүрмесін. Тағы да бірдеңе білдіріп жүрсе хабардар болыңдар, жарай ма? Жарайды аға, қам жемей. Жақсы онда. Рахмет арысым, амандықта жолға. Жақсы.
Kenan ağa, ас болсын, шипа болсын. Сенің мұртыңды бір талтап жылам қазір, малғын. Осынша жыл қасында жүрсің бір рет, бір жұмыс тапсырып едік, оны да қатырып орындай алмадың сен. Мен тағы не білдірдім аға? Не білдірдің? Қышқылды солай шашам екен, неге молырақ етіп шашпадың? Бер қара Бахар түрмеден шығып та, ерте босатып дейбе дейсіз неме? Ұқтың ба? Аға, қойыңызшы аға. Аға, қой енді. Неге қоямын? Сен кімге қой деп тұрсың? Қазір теңізге лақтырып жіберсем, акулаларға жем боласың, құдды қолыңнан іс келетін шебер кісіше. Сөйледің ғой, қолыңнан не келеді? Атешкеде Бахарға ештеңе болған жоқ, екеуі де тайраңдап жүр. Екі ортада кім өлді? Ана қалғып мүлгіп жүретін сорлы сақалды шал өлді. Ақсақалға обал емес пе, әкеңдей кісіге обал болған жоқ па, малғын? Байғұс тіл тартпай кетті, тіпті Арда да тіріліп адам болды. Сенің кесірінен Арда өлімнен аман қалды. Мұны Күлия естісе, оған қай бетімді айтамын. Бетіне қалай қараймын, не деп жауап берем? Айт! Қане айт! Айт! Айт деймін! Жоғалт көзіңді! Қане! Өздерін адаммын деп ойлайды ғой деймін. Адаммын деп. Сабаңа түскен ан. Ашуыңды ақылға жеңдер, ашуыңды бас, сабыр сақта. Сабырлы бол. Жемал мырза, мына жерге қолыңызды қойып жібересіз бе? Ал. Рахмет. Жемал. Күні бойы саған қоңырау шалып ала алмадым. Кеше түнде үйге қонған жоқсың. Қайда жүрсің? Мүге. Телефон соқсам неге жауап бермейсің? Мүге, бай балам салма. Жүр, кеңсеге барып сөйлесейік. Бастық болсаң өзіңе бастықсың. Қазір менің сұрақтарыма жауап бер. Мен сенің әйеліңмін. Мүге, екеумізді масқара қылып тұрсың. Жүр, шана жаққа барайық. Маған бәрібір. Осы екеуміз үйленгелі неше жыл болды? Шынымен де неше жыл болды? Маған бірде-бір рет жақындаған жоқсың. Жеке жайға бармайсың. Телефонға жауап бермейсің. Түрмеде қарамайсың. Ал мен күйеуімнің қасында болғым келеді, түсінесің бе? Қол ұстасып берге жүргім келеді. Мүге, қане бер жүр. Жүр. Қолымды ауырттың ғой. Мен саған сені сүйетінді айттым ба? Қане жауап бер. Мен саған ғашық болып бедім, солай дедім бе? Үйленер кезде осының бәрін біле тұра, өзің келсіңді бердің емес пе? Уақыт өте келе сүйіп кетерсің деп ойлағам. Менің сезім екеумізге де жетер. Бақытты болып кетеріміз деп ойладым. Жемал. Жетпейді, Мүге, жетпейді. Ешкімді күштеп сүйгізе алмайды, біліп қой. Жемал. Сені қатты сағындым. Зейнеп қой, Сен әлі сол Зейнепке ғашықсың, Әлі соны ойлап жүрсің. Солай ма? Рас қой. Рас. Мен сені ешқашан жібермеймін. Өлсем де сені жібермеймін, есіңде болсын. Мен сені жібермеймін, Жемал. Сенің жек көретін, ылғи қорлайтын анаң бар ғой. Қазір сенің содан не айырмашылығың бар? Айтшы, не айырмашылығың бар? Сен Күлия Атаханның көшірмесісің. Егер осылай жалғаса берсе, сен де соңында жындыханадан бірақ шығасың. Құдай жасаңды берсін. Не қарап тұрсыңдар? Қане жұмыстарын істеңдер. Тыңдап тұрмаға. Ішке кірдіңдерді жақсылап қараңдар, түсінді ме? Асхана, кеңсе бәрінің астан кестеңін шығарыңдар. Түсіндің бе? Бұладыға. Сенің көксегенің не?
Жан тыныштығы, Жемал. Оны қайдан табатынды айта аласың ба? Маған жауабын білетін сұрақтарды қойма. 5 жыл болды. Әлі шаршаған жоқсың ба? Жоқ, шаршаған жоқпын, шаршамаймын да. Бізді жаймызға қалдыр. Осымен нешінші рет келіп тентіп тұрсың. Бәрібір ештеңе таппайсың. Бұл әлі не тәйірі? Мен әлі ештеңе істегем жоқ. Мен мұнда апта сайын келіп тұратын болам. Кенан Эрксанды тапқанша күнде келіп тұратын боламын. Ұқтың ба? Мен Кенан Эрксанды көрмегелі неше жылдың жүзі болды. Сен оның қазір Грецияда екенін де білмейтін шығарсың, а? Жалған төлқұжат жасатып алып, неше жыл бойы қашып жүргенін де білмейсің. Мына мейрамхананы ашатын қаржыны саған сол тауып берді емес пе, солай ма, Жемал? Жігітім, сен жақсы жігіт секілді едің. Еш жүрегің сыздамай ма? Шын көңілімен сұрап тұрмын. Сенің ожданың мазаламай ма? Атеш, Бахар, Ильяс, Дорук. Осы кісілердің өмірін Кенан Эрксан құртты, мүлде жаның ашмай ма? Ол болай. Міне. Мына шараптың бағасы неше жүз лира екенін кім білсін? Бағасы удай, өзі денсаулыққа зиян. Мұны ішпеңіздер. Лас. Бұл өте лас жер. Жаман иш шығады. Мамандарды шақырыңдар. Асхананы жақсылап тексеруден өткізсін. Бұл мейрамхананы жаба ма? Бір шара қолдансын. Құрметті қонақтар, сіздерден кешірім сұраймыз. Бұл олқылықтың орнын толтыра алмас десек те, бүгін ешкімнен ақша алмаймыз, осыны біліңіздер. Тағы да кешірім сұраймыз. Мына жерде тазалық деген жоқ па? Мұнаның бәрін алып тастаңдар. Ал жапқыштарыңның түрі қалай? Үсті бастарыңа қарап, неге тазалық сақтамайсыңдар? Шық сыртқа. Қане шық. Неғып тұрсың? Жемал мырза, бір жағдай болды ма? Жоқ, Нехир ханым, бәрі дұрыс. О, Нехир ханым, Кенан Эрксанның жалғыз жиені. Қолымыз дегенде сізді де тергеуге шақырайық. Бетпе-бет отырып сөйлесіп, әңгіме дүкен құрарымыз. Нағашыңызға сәлемімді жеткізерсіз. Жақында оны да қатарымызға қосамыз. Бұйыртса, алаңдамаңыздар. Қараш, керемет жер. Шіркін, сенде қасымда болсаң ғой. Сені қатты сүйем, мәңгілік сүйіп өтем. Атеш, қараш, керемет жер. Шіркін, сенде қасымда болсаң ғой. Сені қатты сүйем, мәңгілік сүйіп өтем. Мен де сені мәңгілік сүйіп өтем, Бахар. Сені ешқашан тастамайым.
Атеш, қараш, керемет жер. Шіркін, сен де қасымда болсаң ғой. Сені қатты сүйем, мәңгілік сүйіп өтем. Не керек? Не керек? Кет! Бахар, Білген жоқсың ба? Кеше босап шықтым. Онша қуанбаған секілдісің. Ең болмағанда отырып сөйлесерміз деп ойлағам. Бірақ қателесіппін. Атеш, үйге кіргізбейсің бе? Бөтен адамдарға айналғамыз ба? Өмірің осылай өтіп жатыр ма? Мыналарды жаныңа медеу етіп жүрсің бе? Сен бұрын қашпайтынсың, жасырынбайтынсың, Атеш. Саған не болды? Менің қасымда мыналарды керек қылмаушы едің. Енді менен қаша алмайсың, Атеш. кет, Бахар. Кетпеймін. Ешқайда кетпеймін. Сен маған жауап бергенше ешқайда кетпеймін. Енді маған жауап бер. Маған осылай қырын қарайтындай. Саған не істедім? Не істедім, Атеш? Сен ештеңе істеген жоқсың, Бахар. Олай болса, неге мені тастап кеттің, Атеш? Неге? Неге менен теріс айналып қаштың, Атеш? Неге мені жападан жалғыз тастап кеттің? Ылғи қасымда болатының, мені күтетінің қайда, Атеш? Не өзгерді, Атеш? Не өзгерді? Бәрі өзгерді, Бахар. Бәрі өзгерді, бәрі өзгерді. Сен менің кесірінен түрмеге түстің, менің кесірінен өліп тірілдің. Менің кесірінен кісі өлтіре жаздадың, Бахар. Менің кесірінен Ілияс мырза өлді. Менің кесірінен Дорук өлді. Менің кесірінен сәбиіміз шетінеді, Бахар, түсінесің бе? Менің сағанда айналамдағыларға да зиянымнан басқа еш пайдам жоқ. Мені түсін. Сенен аулақ кетіп, сенен алыста болып қана қорғай алам. Кенам менімен есе байырыс болған жоқ. Менің қасымда болсаң, тағы да саған қастандық жасаса қайтесің, а?
Соның бәрін бірге көтеретініміз қайда? Бұл соншалықты оңай ма? Мен осылай қорғайсың ба, Атеш? Кет, Бахар. Ешқайда кетпейм. Мен сен секілді қашып пыспайм, Атеш. Ешқайда кетпейм. Олай болса мен кетем. Атеш! Өз-өзіңді осынша қорлағаның не, Атеш? Бұл сен емессің, Атеш. Мына бөлме неге жабық тұр? Мұнда не жасырдың, Атеш? Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы.